Сіздермен өте оңай жолмен жасалатын пахлаваның рецептісімен бөлісемін. Видео ұнаса лайк басып тіркелуді ұмытпаңыз. Ең алдымен ұнымызға разрыхитель салып, екеуін жақсылап араластырамыз. Үстіне майымызды салып, қолымыздың көмегімен крошка жасайтын боламыз. Май бізде бөлме температурасында болуы міндетті. Оның үстінен қаймағымызды саламыз. Және де сары уызымызды салып аламыз. Жұмыртқаның ақ уызын пахлавамыздың салмасына алып қаласыздар. Одан кейін қолымыздың көмегімен жақсылап жұмсақ етіп қамыр илеп шығатын боламыз. Біздің қамырымыз песочный тесто сияқты жұмсақ әрі жұмыс жасауға ыңғайлы, қолға жабыспайтындай болып шығуы керек. Видеода көріп тұрғандарыңыздай. Келесі салмасына ақ уызымызға 3 ас қасық көлемінде қантымызды салып, миксердің көмегімен жақсылап миксерлейміз. Видеодағыдай ақ көбікше болып көтерілуі керек. Одан кейін грек жаңғақтарымызды мен дәл осылай блендердің көмегімен ұсақтап алдым. Егер сіздерде блендер болмаған жағдайда целлофанға салып оқтаудың көмегімен майдалап алсаңыздар да болады. Жаңғақтарымыз дайын. Енді оны меренгамыздың үстіне, яғни ақ уызымыздың үстіне салып, оның үстінен өзімізге қажет мөлшерде қантымызды салып аламыз. Сосын үшеуін жақсылап біріктіріп араластырып аламыз. Астан үстіге қарай араластырыңыздар. Сонда біздің салмамыз басылып қалмайтын болады, меренгамыз. Одан кейін қамырымызды бірдей теңдей 4 бөлікке бөліп аласыздар. Мен 28 диаметрлік формада пісірдім. Сол себепті де мен 4 бөлікке бөлдім. Егер сіздерде формаларыңыз одан үлкен болса, онда 3 бөлікке бөліп жасасаңыздар да болады. Қазір тестамызды дәл видеодағыдай домалақтап аласыздар ең алдымен. Одан кейін екі жағына жұқалап ұн сеуіп, оқтаудың көмегімен жұп-жұқа етіп жайып аласыздар. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, қыздар көріңіздер, қамырымыз мүлде қолға жабыспайды, жұмыс жасауға ыңғайлы. Қамырымызды жұқа етіп жайып, формамызға жан-жағына жақсылап біріктіріп орналастыратын боламыз. Және де оның үстінен жаңағы дайындап болған салмамызды саламыз. Сосын осылай лопатканың көмегімен немесе ас қасықпен біркелкі етіп жайғастырып шығасыздар. Дәл осылай орналастырып аласыздар алдымен салмаларымызды. Одан кейін екінші тестамызды дәл осылай жұқа етіп жайып, үстіне орналастырып аламыз. Оның үстінен де салмасын салып, біркелкі етіп жағып шығасыздар. Ең басты жан-жағын жақсылап біріктірсеңіздер болғаны, біздің тестамыз жиналып қалмауы керек ортаға қарай. Солай пахлавамызды толықтай осылай жинап шығамыз. Және де үстіне осылай щетканың немесе ас қасықтың көмегімен дәл осылай жұмыртқаның сары уызын салып аламыз, жағып аламыз. Одан кейін пышағымызды сулай отыра осылай пахлаваларымызды кесіп шығатын боламыз. Пышаққа кішкене су тигізсеңіздер, оңай кесілетін болады. Осы лайфхакты пайдаланып көріңіздер. Одан кейін пахлавамызды 180 градус қызып тұрған духовкада 30-35 минут көлемінде пісіріп аласыздар. Дәл осылай болып кесілді. Менде начинкасы көп болып кетіпті. Пахлавамыз пісіп жатқан аралықта біз міндетті түрде сироп дайындауымыз керек. Сиропқа бізге қант және де бал қосамыз. Оның үстінен жарты шай пиаламен су құясыздар да қайнатып аласыздар. Пахлавамыз дәл осылай пісіп шықты. Енді оны пышақтың көмегімен осылай өзінің бөліктеріне тағы да бір бөлшектеп кесіп аласыздар. Осылай бөліктерге бөліп аласыздар. Одан кейін оның үстінен алдын ала дайындап қойған жаңағы сиробымызды осылай құйып шығатын боламыз. Барлық жеріне біркелкі етіп жететіндей қылып құйып шығасыздар. Сонымен біздің пахлавамыз дайын. Оңай рецепттердің бірі, көп затты қажет етпейді. Міндетті түрде менің рецептіме жасап көріңіздер. Және де видеом ұнаса каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.